надо чуть-чуть времени, да? Я приехала сюда 6 часов. И устала. Турин тұрман іштейді көп жылдан бері ше, 2004-тен бері. Ама туристен теде шақырып, анан кейін берден баяғы турлармен Бешташқа, анан Таластың ішіне, анан тегі Сарычелек Арчаралқа, туристерін іштеп каталықта. Анан кейін бұл туристер болса, мына бір 15 күн бұрында қайтып өшкен, Таласқа келебесте, 16-сында. 15 күннен кейін, анан кейін кетіп бүгін тоғға шықтық та. Анан тоға барғанда, жаңағы Таластың башында екі көл бар, анан бер жағында дағы бір көл бар да, жүрек көлден қоз атын екенін білмеймін. Анан ошол көлге барып, анан кейін көлден наркөсте бір сааттай шығып, анан кайра түшүп келмек да. Анан кейін биз кайра экинчи жана үчүнчү көлгө бармакпыз. Анан кейін бул ошол жерден кетти, саат 10-да кеткен, 10-да кетти, ошо менен таза кечиксе 2 кечеге келип калмакта. Анан 3 болду, 4 болду, 5 болду, 6 болуп кетти дагы. 5-6 саат болуп, 7-8 саат болуп кетти. Анан переживать этип, жерден жанагы балдарды жиберип, анан көлдү тегерете иштетип, эч жерден таппай, таза айлабыз кетип баргандан кийин ары жок баягы айрдан телефон тартпайт экен. Анан кийин берги телефон тарткан жерге келип, анан кийин бияка милицияга, немчилеске звонок эттик да. Анан кейін ошо буюрса жакшы, ошо биз тияктан таппай жок болгондон кийин перелетип кеттик да. Анан ошо милицияга рахмат, что баягы барып калышты, как раз бутагы табылды. Анан чогуу келип милицияга менен телефон беребиз дейт. Okay, yeah, I would like to thank you to the police of Talas that they were really concerned. In fact, nothing happened. I'm still alive, and I just had to walk a bit longer as it was planned. And then the owner of the guest house, he called to the police, and they started to look for me. And I'm very impressed about that. And thank you for